Сәлем достар. Бүгін біз have got және де has got деген тақырыпты өтеміз сіздердің сұрауларыңыз бойынша. Have got және де has got дегеніміз бұл бір затты иемдену кезінде қолданамыз. Яғни біреуде бір зат бар немесе жоқ деп айту үшін біз have got және де has got қолданамыз. Бұл тақырыптың мақсаты осы. Енді сіздер білесіздер, кез келген сөйлем болымды, болымсыз және сұраулы болады, иә? I, he, she, it, they, we бұл есімдіктерді негізі күштілеп жаттап алуларыңыз қажет, себебі кез келген сөйлемде осы есімдіктер бізде қолданылады. Біз I-ға have дегенді қолданамыз, he, she, it-қа has қолданамыз, және they, we-ға have қолданамыз. Және де міндетті түрде got-тан кейін не бар екенін айтасыз мына жерде. Мысалы, менде айна бар болса, I have got, айна деген mirror. I have got a mirror болады. Егер болымсыз сөйлем болатын болса, I-ға haven't, he, she, it-қа hasn't, they, we-ға haven't қолданамыз. Have not дегеннің қысқартылған түрі haven't, has not дегеннің қысқартылған түрі hasn't. Және де got қоямыз, одан кейін не жоқ сізде соны айтасыз. Мысалы, менде айна жоқ болса, I haven't got a mirror деп айтамын. Келесі. Сұрақ болған кезде have пен has алдына шығара саламыз, болды. Просто орындарын ауыстырамыз, болды. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Have I, he, she, it-қа has қолданамыз. Has he, has she, has it дейміз. Have-ты they, we-дің алдына қоямыз. Have they, have you, have we деп. Одан кейін got қоямыз. Got-тан кейін не бар деп сұрағымыз келеді. Соны қоямыз. Мысалы, оның айнасы бар ма? Has she got a mirror? Қыз бала болса, has she got a mirror? Оның айнасы бар ма деп айтқыңыз келсе, осылай айтасыз. Енді мысал келтірейік. Мысалы, менде қалам бар дегенді қалай айтамыз? I have a pen. Енді қараңыз, именно бар деп айтқан кезде got-ты қолдансақ та болады, қолданбасақ та болады. Менде ручка бар дегенде I have a pen деп айтуға болады. Немесе I have got a pen деп айтуға болады. Екеуі де дұрыс. Бірақ болымсыз бен сұраулыда міндетті түрде got-ты қоюларыңыз қажет. Менде ручка жоқ, менде қалам жоқ. I haven't got a pen. Сенде қалам бар ма? Сен деп тұр, мен деп тұрған жоқ, сен деп тұр. Значит, have you got a pen? Have you got a pen деп айтамыз. Келесі, Мерейде қарандаштар бар. Бұл жерде уже қарандаштар, бірақ қарандаш емес, қарандаштар. Қарандаштар болса, онда алдына қоймаймыз, аяқ жағына жалғаймыз. Қарандаштар. Тіпті қазақ тілінде де. Менде қарандаш бар, менде қарандаштар бар. Тар дегеніміз сол деген сөз. Егер біреу болса, міндетті түрде алдына қоясыз. Егер көп болса, аяқ жағына жалғайсыз. Мысалы, Мерейде қарандаштар бар. Mary has got pencils. Немесе Mary has pencils. Екеуін біреусін айтсақ та болады. Got-ты қойсақ та болады, қоймасақ та болады. Именно болымды сөйлемде. Неге Maryге has қойдық? Потому что Mary деген бұл қыздың аты. Mary has got pencils. Потому что көп қарандаштар. Мерейде қарандаштар жоқ. Mary hasn't got pencils. Болымсызде міндетті түрде got-ты қоюымыз керек. Мерейде қарандаштар бар ма? Просто has алдына шығарамыз. Has Mary got pencils? Енді сіздерге сұрақ. Оларда үй бар, оларда үй жоқ, оларда үй бар ма деген сөйлемдерді аударып комментарийге жазып кетіңіздер. Және де комментарийге келесі тақырып сіздерге қандай тақырып түсінбей жүрсіздер, соны жазып жіберіңіздер, Алла қаласа түсіндіріп беремін. Және де Инстаграмда English сөйле деген Инстаграм парақшама кіретін болсаңыздар, сол жерде сториста күнделікті өткен тақырыптарға тесттер болады. Инстаграм парақшаға да тіркеліп қойыңыздар.